Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4-ші тоқсанға арналған екінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Суретте қырықжапырақтың тіршілік айналымы бейнеленген. А тапсырмасы: суретті пайдалана отырып, қырықжапырақтың тіршілік циклін ретімен жазыңыз. Бірі қырықжапырақ, екіншісі жапырақ астындағы спорангий, үшінші спораның түзілуі, төртінші спораның шашылуы, бесінші спораның енуі, 6 өскінші, 7 жас қырықжапырақ. Б тапсырмасы: қырықжапырақтың гаметофиті мен спорофиті қай сандармен белгіленген? Гаметофиті 6 санымен белгіленген, ал спорофит 3 санымен белгіленген. С тапсырмасы: ұрықтану қай жерде жүзеге асады? Ұрықтану 6-шы суретте аталық пен аналықтың қосылуынан жүзеге асады. Келесі екінші тапсырма: суретте айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңдануды анықтаңыз дейді. Екі гүл белгіленген сурет бұл айқас тозаңдану болып табылады, ал бір гүл болып тұрған сурет ол өздігінен тозаңдану. Б тапсырмасы: өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктердің ерекшелігін сипаттаңыз. Өздігінен тозаңдану бұл бір гүлдің өз аталық тозаңының сол гүлдің аналығының аузына түсуі. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктер гүл жарған кезде және гүл жармай тұрғанда тозаңданып үлгереді. Айқас тозаңдану бір гүлдің аталық тозаңының екінші бір гүл аналығының аузына түсуі. Айқас тозаңдануды бунақденелілер арқылы және желі арқылы айқас тозаңдану деп екіге бөлінеді. Үшінші тапсырма: гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттаңыз. Гүлді өсімдіктерде қосарлы ұрықтану болмаса, тұқым түзілмейді. Төртінші тапсырма: төмендегі ағзалардың даму түрлерін ажыратыңыз. А суретіндегі қоныс толық түрленіп даму, ал Б суретіндегі шегіртке шала түрленіп даму болады. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.